Дес сөзінің мағынасын білесіз бе? Дес күш, қуат, дүлей күш иесі мағынасында айтылады. Төренің батыр Қарасай достарымен Аягөз өзенінің бойымен жағалап серуен құрып келе жатқанда тоғай арасынан ақырып жолбарыс Қарасай батырға атылады. Қарасай батыр қолма-қол қолындағы қамшысын жолбарысты тартып жібереді де жер жастандырады. Қарасай батыр достарына: «Мынау тосын сый болды, қамбар атама сыйға тартам, не айтады екен?» дейді. Кеш бата қамбар атасына жетеді де сәлем беріп жолбарыстың терісін аяғының астына тастайды. Сонда қамбар төре басын ұзақ шайқап мазасызданып былай дейді: «Дестерің кеткен екен, қиын заманның келгені. Кезінде біз жорықта мынандай 100 мысығың бізді көргенде бүгіп қалып, кіретін тесік таппай қашып тығылып қалатын. Мына сендерге секіргені жаман болды, бұл дестеріңнің кеткені». Осы кезде Қазақия даласында орыс отаршыларының баса көктеп кіре бастаған еді. Қамбар төре орта жүздің 3 руына билік жүргізген төбе би батыр болған. Арғы атасы Санияз батыр, би шешен, Ақтулы төре. Санияздың әкесі орта жүз ханы Көжек хан болған екен. Десі мықты адамнан адамдар түгілі жануарлар мысық етіп қорқады. Кезінде арыстан едік айға шапқан, ысқырып айдақардай мыңды баққан. Апшыдық арыстаннан қоян болдық, кім атып байланатын деп жалтақ қаққан. Дестерің кетпесін, ағайын.